Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен әзірге өте дәмді болып шығатын, нәрлі, қытырлақ болып шығатын корей салаты қосылған салат жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, қонаққа қоюға таптырмас салат. Ол үшін бізге керекті заттар: смак, піскен ет, корей салаты және банкіде жабылған қияр. Алдымен алдын ала пісіріліп суытылған етімізді ұзын-ұзын етіп, яғни соломкалап турайтын боламыз. Етті тауықтың етімен алмастырсаңыз да болады. Тауықтың етін пісіріп, осылай соломка етіп турайсыз. Мен етті асқа піскен еттен алдын ала алып қойған болатынмын. Менің еттім соғымның еті болғандықтан тұздалған ет болып тұр. Егер сіз тауықтың етін немесе осы сиырдың етін пісірерде егер тұздалмаған болса, міндетті түрде тұз салып пісіруді ұмытпаңыздар. Қазір салатқа саларда мен бұның үстіне тұз салмаймын. Енді қиярымызды соломка етіп турауға кірісеміз. Менде бұл үйдің жабылған қияры, өзім жапқан. Егер сізде бұндай қияр болмаса, корнишон алсаңыз да болады. Шамамен қияр 300-400 граммдай керек болады. 4-5 түйір қияр кетеді. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Мен 2 ыдысқа жинайтын боламын. Алдымен ең төменгі жағына туралған етімізді видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Егер де етіңіздің тұзы аздау болса, үстіне тұз себелеп шығуды ұмытпаңыздар. Біздің екінші слойымызға қиярлар салынады. Қиярды жаңағы ет секілді етіп, 2 ыдысқа бөліп, кенде етіп жайып шығамыз. Қиярдың бетіне аздап тұз себелеп жібереміз. Ендігі кезек бетіне майонез жағып шығамыз. Майонездің шетін осылай кесіп, майонезді сыға отырып, майонезді осылай жағып шығамыз. Үшінші слой бізде смак болады. Смакты да видеода көрсетілгендей етіп жайып салып шығамыз. Неғұрлым көп салуға қорықпаңыздар. Үстіне майонезді да себелейтін боламыз. Ол майонездің әсерінен төменге қарай түсетін болады. Майонезі барынша көбірек болған жақсы болады. Ең соңғы бөлігі ол корей салаты болады. Егер де сіздің корей салатыңыз ұзын болатын болса, оны бөлшектеп кесіп алғаныңыз жөн. Менде ондай қатты ұзын болған жоқ, сондықтан кеспедім. Міне достар, біздің салаттарымыз дайын болды. Менде 2 тарелка шықты. Өте керемет, кәдімгі бәріне ұнайтын дәмді салат. Сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Енді осыны кем дегенде 1 сағатқа холодильникке салып қойсаңыздар, салатыңыз дәмі керемет болып тұрады. Бұл салат сіздің тәбетіңізді ашатынына күмәнім жоқ. Видеом ұнап жатса, маған подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.